Бүгінгі сабақта жалпы анимация тақырыбымен толығырақ таныс боламыз. Кеттік. Жалпы Premiere Pro'да анимацияның бірнеше түрі бар. Сіз ол анимацияны кез келген элементтерге қолдана аласыз. Ол видео болуы мүмкін, текст болуы мүмкін, музыка болуы мүмкін. Жалпы кез келген эффектіні анимация арқылы өзгертуге болады. Таймлайнға 4 видео салдым. Қазір біз 4 видеоның анимациясымен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші біз видеоны таңдаймыз. Мұнда қарасаңыз движение параметрінің астында жалпы видеоны таңдағаннан кейін элементы управления эффектами терезесінде сіздер мұнда сағат секілді иконкаларды байқайсыздар. Бұл иконкалар осы анимацияға жауап беретін болады. Мысалы, кей кезде сіздер видеоны оң жақтан сол жаққа қарай келгенін қалайсыздар. Сол кезде видеоны таңдаймыз. Мұнда положенияның жанында сағат иконкасы тұр. Яғни бұл ағылшынша keyframe, қазақша кілтті кадр дегенді білдіреді. Басамыз. Бізде бірінші кадр осылай тұра берген дұрыс. Яғни положение бойынша 960-540. Оны біз 1 секунд өткеннен кейінгі уақытқа қойсақ болады. Осы жерде жалпы анимацияның аяқталуы болады. Басталуы басына қайттан барамыз. Положениедегі, яғни 960 бізде горизонтальное движениеге жауап береді. Яғни горизонтальный бағыттағы қозғалысқа 960-ты солға қарай бұрайық. Енді жай қарап көрейік. Тағы да қарап көрейік. Сіздер анимацияны байқасаңыздар, анимация осы жерден басталып, мына жерде аяқталып жатыр. Қазір осымен бірге, мына ұзын линиямен бірге қарап көрейік. Көргендеріңіздей, бұл жай ғана анимацияның басталымы. Осы кілтті кадр арқылы сіздер бірнеше анимация түрін үйрене аласыздар. Енді келесіде біз видео қалай басталса, солай аяқтай аламыз. Ол үшін қайттан кілтті кадрды енгіземіз. Бұл кілтті кадрлар сіздердің осындағы мәндеріңіздің өзгерісіне жауап береді. Яғни сіз мұнда видеоның кеткенін қаласаңыз, кілтті кадрдегі горизонтальный бағыттағы мәнін өзгертетін боламыз. 960-тан енді 10-ға қарай жылжытып көрейік. Осы жерді таңдап алып, жай ғана keyframe'ді соңына қарай қойсақ та болады. Енді басынан қарап көрейік. Бір қызығы, бұл анимацияның қозғалысын фигура арқылы да көре аламыз. Ол үшін положение параметрінің жанында стрелкаға басамыз. Сонда сізде мұнда қозғалыстың сызбасы көрінеді. Жалпы мұндағы қозғалыстың сызбасына қарасаңыздар, видео сол жақтан оңға қарай 1 секундқа дейін қозғалады. Одан кейін 2 секундтың ортасына дейін ол бір қалыпты тұрады. Одан кейін 3 секундқа дейін қайта қозғалады. Егер осындағы анимацияның барлығын толықтай алып тастағыңыз келсе, жай ғана қайттан осы сағаттың иконкасына басасыздар. Окей. Сонда сіздің жасаған анимацияларыңыздың барлығы алынып тастайды. Алайда мұндағы положенияның мәндері соңғы кілтті кадрдың мәндеріне сәйкес, оны бастапқы орнына келтіретін болсаңыз, жай ғана сбросить параметрін басасыз. Қайта орнына келді. Енді масштабпен анимация жасап көрейік. Яғни видео бастапқыда үлкен болып басталады, видеоның ортасына қарай кадр кішіретін болады. Ол үшін видеоның басынан анимация таңдаймыз, ортасынан тағы бір анимация таңдайық. Бізде ортасына қарай, яғни бастапқы қалпына келу керек, ал видеоның басында ол үлкен размерде болу керек. Сіз мұндағы бірінші keyframe'ді солға бағытталған стрелка арқылы таңдай аласыз. Одан кейін мұндағы мәнін өзгертіп көрейік. 130, 140 жеткілікті болып қалар. Енді анимация қалай болған көрейік. Байқасаңыздар, видео басынан үлкен болып бастады, ортасына қарай оның размер кішірейді. Енді дәл осылайша положение, поворот және непрозрачностьқа да анимация жасап көрейік. Барлығын таңдаймыз. Непрозрачность сол күйі қалады. Одан кейін басына тағы да бір бас шығамыз.
анимация енгізу үшін қайта басудың қажеті жоқ. Егер қайта бассаңыз, анимацияның барлығын өшіріп жібереді. Сол үшін мұндағы ромбыларды басып шығамыз. Мұнда тағы біреуін басамыз. Сонда жалпы анимациялардың екі нүктесі белгіленді. Енді бастапқысына келейік. Бастапқыда мысалы бізде видео сол жақтан келсін. Жалпы қазірше сіздерге көрінісінде осылай қоя тұрайын. Одан кейін мен кадрдан толықтай алып тастаймын. Одан кейін поворот бізде жаңағы түрлі бұрылыс градустарына жауап береді. Яғни оны 15-20 градусқа дейін бұрамын. Ал непрозрачность ол видеоның көріну-көрінбеуіне жауап береді. Оны 0%-ке дейін түсіріп көрейін. Қазірше алып тастайық. Жарайды, жалпы осы жерден видео бастала берсін. Ал непрозрачность параметрін 0-ге түсірейік. Енді қарап көрейік. Жалпы біз қазірше ең қарапайым анимация түрін үйрендік. Келесі кезекте осы анимациялар арқылы өзіміз переходтар жасап көрейік. Мысалы бізде видео жаңағыдай басталады. Одан кейін келесі видео. Олардың арасындағы переход затемнение болсын. Бірінші видеоның көрімділігін соңына қарай 0-ге түсіреміз. Одан кейін екінші видеоның көрімділігін 0-ден 100-ге қарай көтеретін боламыз. Ол үшін бірінші видеоны таңдаймыз. Анимация басталатын кез келген кадрды таңдаймыз. Мұнда кейфрейм басамыз. Одан кейін бірінші видеоның соңын таңдаймыз. Осы жер болсын. Қайттан басамыз. Біз жай ғана анимацияның басталуы мен аяқталуын таңдадық. Енді соңғы кадр таңдап, оның мәнін 0-ге түсірейік. Сонымен қатар тағы да айта кететін жайт, сіздер әрқашанда осылай кейфреймдерді таңдаған кезде осындай көк ромб жанып тұру керек. Егер кез келген кадр таңдасаңыз, мұнда кейфрейм жанбай тұрады. Егер сіз жанбай тұрған кадрдағы осындай мәнін өзгертетін болсаңыз, бұл жаңа кейфрейм ашып, сіздің анимацияңызды өзгертіп жіберуі мүмкін. Сол үшін әрқашанда анимация өзгертпес бұрын ондағы көк түстің жанып тұруын қадағалауымыз қажет. Енді анимацияның қалай болғанын қарап көрейік. Мұнда бізде екінші видеоға дәл сол анимация жетіспей тұр. Ол үшін непрозрачностьтің ішіндегі ромбыны таңдаймыз. Бұл анимацияның аяқталатын жері, ал бұл анимацияның басталатын жері. 100-ді 0-ге дейін түсіреміз. Енді қарап көрейік. Осылайша біз ең қарапайым переход жасадық. Енді зум арқылы переходтар жасап көрейік, яғни масштаб арқылы переход жасау. Ол үшін жаңағы анимацияларды алып тастасақ та болады. Алып тастау үшін бұны белгілейсіз, delete кнопкасын басасыз. Дәл солай екінші видеоның да анимациясын алып тастасақ болады. Белгілейміз, алып тастаймыз. Келесі кезекте өзгертетін нәрсе бізде масштаб. Жаңағы масштаб арқылы переход жасау үшін мұны жерден жаңа анимация енгізетін боламыз. Яғни кейфрейм. Біріншісін басамыз. Видеоның соңын таңдаймыз. Кейфрейм таңдаймыз. Біз қалаған нәрсе видеоның соңына қарай видео үлкейіп, келесі видео кішірейіп басталуға қажет. Біздегі бірінші кейфреймдегі мәні 100-де қала береді. Ал екінші кейфреймнің мәні мысалы 150-ге дейін көтерейік. Жуықтап алғанда 150. Мұндағы келесі кейфреймді соңына қарай жылжытсақ та болады. Енді келесі видеоны таңдаймыз. Анимация аяқталатын жер осы жер болсын. Масштаб анимациясын енгіземіз. Ромбы пайда болды. Келесі кадр таңдаймыз. Қайттан ромбы енгіземіз. Мұның да бастапқы мәнін 150-ге дейін көтерейік. Енді қарап көрейік. Келесі көрсеткім келетін нәрсе, ол бағытта бұлдырлату. Оны жасау үшін екінші видеоны қосайық. Қазірше бізде видео жай ғана осылай бөлініп тұр. Енді біз бірінші видеоны жаңағы оң жақтан сол жаққа қарай жүріп, екінші видеода дәл солай анимация енгізетін боламыз. Бірінші видеоны таңдаймыз. Мұны видеоны жоғарыға қойайық. Ал келесі видеоны оның астына салайық. Жалпы бізде анимация аралығы
осы аралықта болу қажет. Бастапқы анимацияның положение анимациясын енгіземіз. Одан кейін оңға қарай жылжимыз. Анимацияның аяқталу уақытын таңдап алдық. Енді бұл жерде видео толықтай солға қарай кетіп қалу керек. Қазірше не болған қарап көріңіздер. Жалпы осылай да қалдыруға болады, бірақ біз кішкене креатив қосайық. Екінші видеоға да анимация енгіземіз. Екінші видео бастапқы анимациясын және соңғы анимациясын таңдайық. Жалпы екі анимация уақытын таңдап алдық. Енді екінші видео бізде сол жақтан келу керек. Оны көру үшін мұндағы кейфреймді ортаға қарай жылжытып алып көрсеңіз болады. Себебі бізде бірінші видео толықтай экранды жауып тұрғандықтан сіз астындағы видеоның не болып жатқанын көре алмайсыз. Кішкене жылжытып алдық. Енді қарап көрейік. Толықтай сол жаққа қарай кіргіземіз. Енді қайттан бастапқы орнына келтірейік. Байқасаңыздар, екінші видео кішкене қалып қалды. Себебі мұнда ортадағы қара линияға қарасаңыздар, бұл екі видеоның арасындағы уақыт айырмашылығын көрсетеді. Екі анимацияның бірдей басталып, бірдей біткен қаласаңыз, мысалы таңдап алайық бірінші кадрда. Анимация осында басталады. Екінші видеоның анимациясын қараймыз. Екеуі бір уақытта басталып жатыр. Демек, аяқталу уақыты екі түрлі болып тұр. Анимацияның аяқталу уақытын таңдадық. Бірінші видеодағы анимацияның аяқталу уақытын қарайық. Мұнда қарасаңыз, ромбы жаңағы көк сызықтың бойында тұрған жоқ. Ол үшін мұндағы ромбыны видеоның соңына қарай жылжытамыз. Енді басынан қарап көрейік. Байқасаңыздар, мұнда ешқандай айырмашылық жоқ. Сол үшін бірдей жылдамдықпен қозғалуда. Енді біз видеоларды кішкене бұлдырлатайық. Ол үшін эффекты параметріне кіреміз. Бұл жерден направленное размытие эффектісін іздейміз. Эффектіні алып, бірінші видеоға және екінші видеоға да қойып шығамыз. Енді анимацияның басталу уақытын таңдаймыз. Астына түсірсеңіз, мұнда направленное размытие эффектісі тұр. Мұның біз тек қана длина размытиясын өзгертетін боламыз. Жалпы направленное размытие эффектісі видеоның бұлдырлатуын көбейтеді. Мұндағы длина размытиясын өзгерту арқылы видеоны бұлдырлатып, енді направлениясын өзгерту арқылы бұлдырлату бағытын өзгерте аламыз. Біз горизонтальный бағытта қозғалып жатқандықтан 90 градусқа дейін өзгертіп көрейік. Яғни біздің бұлдырлатуымыз горизонтальный бағытта. Жалпы направлениені таңдадық. Длина размытияны қайта нөлге қойық мұнда. Анимацияның басталу уақытын таңдадық. Енді аяқталу уақытын таңдайық. Ол үшін жоғарыда белгіленген анимацияның басталу және аяқталу уақыттарымен бірге жұмыс жасаймыз. Таңдаймыз. Енді осы жерге анимация қайтадан енгіземіз. Мәнін өзгертетін болсақ, бұл видеоның соңына қарай мәні жоғарылау қажет. Жалпы 50-60-қа дейін көтерсек те болады. Енді келесі видеоны таңдайық. Біз анимацияның аяқталу уақытын таңдап тұрмыз. Мұнда тағы да анимация енгізетін боламыз. Бастапқысына келейік. Қайттан енгіземіз. Қайттан направлениясын 90 градусқа өзгертеміз. Ал длина размытия мәнін 50-ге дейін көтереміз. Енді анимацияның қалай болған қарап көрейік. Байқасаңыздар, мұнда бұлдырлату эффектісін енгіздік. Яғни бұл адам көзіне ыңғайлы эффектіні беріп тұр. Келесі кезекте музыкамен де осы кейфрейм арқылы жұмыс жасап көрейік. Мен мұнда өзімнің музыкамды салдым. Керегем шегін қырып тастаймын. Байқасаңыздар, музыка лезде жоғарғы дәрежеде басталып кетті. Ал бізде керегі аудио жай басталып, бір қалыпта көтерілгені. Ол үшін аудионы таңдаймыз. Мұнда музыкадағы дыбыстың дәрежесіне жауап беретін параметр ол уровень. Уровеньді өзгерту арқылы біз дыбыстың дәрежесін өзгерте аламыз. Мұнда анимацияның аяқталу уақытын таңдаймыз. Мұнда анимацияның басталу уақытын таңдаймыз. Бізге керегі бастапқыда
дыбыстың жай басталғаны, яғни мұндағы децибел мән -50-ге дейін түсірсек болады. Себебі жуықтап алғанда -50-ден төмен қарай дыбысты естімейміз. Енді кейфреймнің аяқталу уақытын кішкене жылжытсақ та болады. Жалпы тыңдап көрейік. Айырмашылығын толықтай білу үшін бұл жолақтағы дыбысты өшірейік. Енді тыңдап көріңіздер. Осылайша сіздер кез келген нәрсеге анимация енгізе аласыздар. Текстіңізге де, видеоңызға да, аудиоңызға да кейфрейм арқылы кез келген анимация жасай аласыздар.